Сатушы тарапқа қатысты рұқсат деп береді. Нені банк арқылы мүлікті сатуға болады. Рассрочкаға сатуға болады. Иә, сатуға болады. Рұқсат жалпы. Міндет емес та. Біз боқтан өзгені рассрочкаға алатын болып қалғанбыз ғой. Билеттің өзі мысалы, пойыздың билеті бола ма, самолеттің билеті бола ма? Біздің жалпы адамдардың үйсіз жүруі ол ипотека рұқсат еместіктен емес ол. Жақсылап түсін ғой. Тауарды банк арқылы сатуға рұқсат. Сатпаймын десе тақуалық қыламыз өз еркі. Бірақ алушы бұл жерде күнәһар болады. Әрбір қарыз артынан пайда келетін болса, ол риба дейді. Қарызы мына кісіге пайда келіп тұрған жоқ. Ол садақаға кетіп тұр. Бумага үшін жалқы ғой, тозаққа түсіп кету деймін да. Бумага үшін рассрочкаға бала. Жақсылап түсін ғой. Банк ол алып сатар емес, алушы адамға қарыз беруші тарап болып тұр да. Енді қарыздың үстемесін қоссаң ол кәдімгі риба болады ғой. Ислам банкі десе, оларда осындай пеня шырап жоқ екен, үстеме жоқ екен. Бұл садақамен айналысатын ем сияқты көреді нені. Ислам банктер ше, тегін зат береді деп ойлайды. Қан дейді. Қанның ішінде жүзіп жүреді дейді да. Міне мынау сенің үмметіңнен өсім жегендердің жағдайы деп айтты дейді. Күннің әр сәті бір дәмнен басталады. Таңғы шай, хош иісті кофе, жылы әңгіме, тыныш сәт. Халал талаптарына сай дайындалған өнімдер, мұқият таңдалған ингредиенттер, табиғи сапа, отбасымен, жақындармен немесе өзіңізбен оңаша сәттерге арналған. Куликов адал өнім, шынайы дәм, әр күніне лайықты тәтті сәт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Салаватуллахи ва саламуху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Amma ba'd, assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, тыңдармандар, баршамызға қасиетті Рамазан айы құтты берекелі болсын. Ораза айында ұстап жатқан Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Аллах қабыл етіп, күнәлары кешірілген, тәубелері қабыл болған, тозақтан азат етілген, жәннатқа жолдама берілген игі құлдарының қатарынан болды. Алла баршамызға нәсіп етсін. Оразадан оразаға аман есен жете берейік. Біз енді Рамазан айына қарамастан осындай бір игілікті іс-шарамызды ары қарай жалғастырып жатқан жайымыз бар. Бұл сіздер өздеріңіз білетіндей адал арам мәселесі бойынша. Енді әдеттегідей біздің мамандар, ұстаздарымыз, оң жақтан бастайын, Ярмук университетінің магистрі, ислам экономикасы және ислам банкингі және ханафи фиқы факультетінің магистрі Айболат Төлебай ұстаз. Одан кейін әлемдік ислам ғылымдары университетінің магистрі, фақих, сауда-саттық ислам құқық заңдары және осы исламдағы адал арам саудасының маманы Ербосын Тағайбекұлы Үсіпбеков бауырымыз. Төменде Инстаграм парақшалары жазылып тұр. Тіркеліп, Құдай қаласа ұстаздарға сұрақтарыңызды қойып, немесе онлайн, офлайн сабақтарын алсаңыздар болады. Өткен подкастымызда біз керемет бір жақсы мәселелер жайында айттық. Аллаға шүкір, көрермендер үшін пайдалы болды деп ойлаймыз. Енді бүгінгі подкастымыз соның жалғасы. Бір жағынан сауда-саттықтың ішіндеміз ғой әлі. Әзір біте қоймайды. Біраз нәрсе басталып кетті. Көрермендер де ойлап отқан шығар, не деген нәрсе қозғалып жатыр мынаның ішінде деп. Сол бүгін Құдай қаласа ары қарай жалғастырамыз. Өткенде соңғы тоқтаған жеріміз затты алу мәселесі, көріп алу, көрмей алу, таңдап алу, сыртынан сату, жоқ нәрсені сату деген сияқты баптарға тоқталдық. Енді бүгін заманауи мәселелер ғой енді. Сол енді затты мүлікті банк арқылы сату деген мәселе бар бізде. Хит сұрақ бұл енді қоғамдағы ең хит сұрақ. Біз қазақша айтайық, рассрочка деп айтайық та. Өзіміздің тілде. Өзіміздің тілде түсінікті болу үшін, яғни бөліп төлеу деп айтамыз ғой, қазақшада. Осы рассрочкамен сатудың үкімі, рассрочкамен алудың үкімі деген сияқты мәселелерге тоқталып өтсек. Кімнен бастаймыз? Бисмилля. Енді жалпы бөліп төлеу, рассрочка деген енді адам екенбізді, жаңағыда кейде ақша болмай қалады, кейде аз ақша болып қалады деген сияқты. Ол әр нәрсе өзінің үкімдері бар, және ол
әр нәрсе қарастырылған исламда әйтеуір. Қарызға аласың, қарыз алсаң күн айтып қой деген сияқты қарыз қайтаратын. Былай жалпы рұқсат қарызға алу. Немесе бөліп төлеуге ал деген сияқты. Негізі ислам қатты қиын емес негізі. Бірақ ол ішіндегі шарттарды сақтай отыра деген сияқты. Жалпы бөліп төлеуге сату, рассрочкаға сату ол жалпы рұқсат. Жалпылама енді ішіндегі исламның шеңберінен шықпаса егер. Шеңбер қандай? Енді біреу әр затты нақты ақшаға алсаң, мысалы 100 мың теңге, ал бөліп төлеуге алсаң 20 мың деп сатудың былай еш оқасы жоқ былай. Дұрыс. Дұрыс. Бізде ішіндегі егер төлемей қалсаң әр ай сайын деген сияқты өш жерде бізде өш жерде жаңағыдай кейде шариғатқа сай емес нәрселерге кіріп кететініміз өш жерден ғой бізде. Ал енді ішінде шартында бізде осындай оқыс оқиға кезде ақшада төлемейған кезде несие деген кезде өш жерде білінеді. Әркім әртүрлі ұсыныс айтады. Жаңағыдай басқа банктер пене қояды, басқалар залог сұрайды деген сияқты әртүрлі әдістер бар. Енді ақшаны өндіріп алудың әртүрлі әдістер бар. Жалпы бұл жерде қарастыратын мәселе операциялар қалай жүреді жалпы. Істің ақиқаты дейміз ғой жаңағыдай. Істің ақиқаты қалай жүреді, банк арқылы сатса деген сияқты. Бұл жерде сатушы өз затын ұсынады. Ал алушы адам банктен не қарызға алады, қарызға өз төлейді. Немесе банк сол кісінің атынан ақша төлейді сатушыға. Екеуінің біреуі ғой. Екеуінің біреуінен басқа ол ештеңе емес та. Екеуінің біреуі. Сатып алушы адам банктен қарыз алады, немесе алушының атынан банк сатушыға ақшасын төлеп затты алып береді деген сияқты. Енді бұл жерде үш жақта не бар да? Үш тарап бар, үш тарап бар. Бірінші тарап ол сатушы болса, екінші тарап алушы, үшінші тарап банк деген ол үшінші тарап бір адам ретінде бір қарастырса болады. Сол кезде сатушы өз затын ұсынған кезде алушы адам үшінші тараптан қарыз алып, немесе ол қарыз алған кезде қандай шартпен алып жатыр? Риба бар ма, риба жоқ па, шартқа сай емес па? Негізі сатушы адамның ол былайша айтқанда қатысы жоқ оған. Оның қатысы алмай ол өзі затын ұсынып таба береді болды. Одан сіз өзіңіз ақшаңызға келіп алсаңыз болады, немесе банктен қарыз аласыз ба, басқа адамнан қарыз аласыз ба, былайша айтқанда сатушының былай қатысы жоқ. Осы жерден бізде көп түсінбей жататынымызға, сол банк арқылы сатқан кезде ол сатушының қалай қатысы жоқ, алушының қалай қатысы бар деген кезде сөзі түсінбеушіліктер туындайды. Осы жерде осылай қатысы жоқ. Алушы адам ол өзі үшінші тараптан адам болсын, банк болсын ол қарыз алады. Қандай жолмен ол шариғатқа сай ма, сай емес па қарыз алып, шотына ақша түсіреді, сол ол бар, ана ақшасын төлейді. Сол үшін бұл жерде сатушының алушы адам ақшаны қайдан алып келгендігі былайша айтқанда ол маңызды емес оған. Маңызды емес. Ең бастысы бұл жерде сол сатушы мен алушының арасындағы келісімшарт былай шариғатқа қайшы емес. Осы жерден бізге маңызды осы. Маңызды осы. Негізінде бұл жерде алушы адам ойлану керек қой. Алушы адам ойлану керек. Алушы адам ойланып, затты алу үшін өз біреуден қарыз қалып, немесе деген сияқты бір шариғи жолмен қарыз алу керек. Қазір бізде не болса соны мысалға почти бәрі тұтынатын болып кеткен да, жаңағыдай рассрочкаға не болса соны ала береді да, яғни харамға көз жұма қарай береді да. Енді бұл жерде бізде банк арқылы болғаннан кейін ол сауда харам болып қалып жатыр ғой, дұрыс па? Алушы тараптан. Сатушының қатысы жоқ бұл жерде. Алушы не болса соны алып жатыр, рассрочкаға алып жатыр. Тегін беріп жатқан сияқты. Тегін беріп жатқан сияқты алып жатыр да. Бірақ шартында тұр.
стендапердің несінен көріп қалғанмын, мен слабый жерім деп айтып жатыр да. Сол жаңағы кредит аламын дейді. Енді кредит демей ақ қойын, рассрочка аламын деп жатыр да жаңа. бір бетін ашып қалсаң ар жағы кредит қой дейді, ішінде өзі де түсініп тұр ғой енді. Ар жағы кредит қой дейді. Қарыз ғой, тегін беріп жатқан сияқты. Анау нөл-нөліне алданып қаламыз дейді да. 0-0-12 ай, 24 6 ай деген секілді. Осылай аламыз дейді. Бұл енді мына бет алды қарызға кіре берме деген әңгіме ғой, оны төлеу қиын болады, ар жағынан пеня жүреді деген секілді. Енді Ерекеңнің әңгімесін толықтырып жіберейін ар жағына. Демек жаңағы бізден өз басыма сұрақ көп келеді. Сатушы тараптан келеді. Біздер киім сатамыз, не сатамыз, рассрочка бар ма деп сұрап келеді дейді. Енді белгілі бір банкты атты айтпай ақ қойып, бірақ банк арқылы сатасыздар ма, мен осылай рассрочкаға осындай банк деген алайын деп едім деген секілді сұрап келеді дейді. Сізде рассрочка бар ма деп. Сосын сол кезде екі ойланып қалады бұлар. Сіздер жаңа кредит болмайды дедіңіздер. Біреулер сатуға болады деп жатыр, біреу болмайды деп жатыр. Не қараймыз деген әңгіме болып жатыр. Еще оның үстіне андай агрессиямен келеді. Ол ананың кредит алуына себепші болмаймыз ба, бірдеңе деген сияқты немен келеді. Ол сұрап келіп отқан адам уайымы бар да, енді оның жанындағы сол нәрсені сатып отқан адам онымен ұрып жатыр ғой. Иә, біреу рассрочкамен қинап жатыр ғой бұны. Иә, біреу рассрочкамен ұрып жатыр, біреу ұрмай жатыр деген секілді. Екеуі де намаз оқиды. Иә. Анау сатып жатыр ғой, біз не қолдан басқа деген сияқты нәрселер. Енді қинап жатыр да бір-біріне. Анаң енді рассрочка бар жерлерге клиент көбірек келуі мүмкін деген сияқты ғой. Мен бұл екі негізі бізде арнайы бұған мүфтияттан патуа бөліміне патуа шыққан бұған. Затты тауарды банк арқылы сатуға бола ма деген. Мүлікті тауарды банк арқылы сатуға бола ма деген әңгіме. Бұл жерде сатушы тарапты айтып отырмын да. Енді ол сатып алушы тарап ол түсінікті, ол енді банкпен екінші деңгейлі банктер ол ислам шартын ұстанбайтын банк болатын болса, оның ішінде проценті болады, кешіккен кезде пенясы болады, ол пеня мойнында тұрып дәл қарыздың үкімін алады да, ол жаңағы рибаға кетеді армарты өсімге. Енді алу жағынан өте қиындау әңгіме, риба болып тұр жерде. Енді сатушы тарапқа қатысты рұқсат деп береді, нені банк арқылы мүлікті сатуға болады. Рассрочкаға сатуға болады. Иә, сатуға болады. Рұқсат жалпы. Міндет емес та, рұқсат сатса болады. Енді бұны қалай ашамыз? Түсінбей отыр ғой, алуға болады да, сатуға алуға болмайды, бірақ сатуға болады. Бұл қалай болып кетті емеке деген сияқты. Бұл жерде ғалымдарымыз екі келісімді екі бөлек қарап жатыр да, бағана Ерекең айтты ғой, үш тарап бар деді. Сатушы бар, банк бар ортада, сосын клиент бар. Осы үш тарап. Осы үш тараптың бөлек-бөлек келісімдерді бөлек-бөлек қарайды. Сатушы менен банктың арасындағы келісімді қарастырады. Банкке сатушыға банкқа ақшасын беретін, төлеп береді жаңа тауардың ақшасын деген секілді. Екеуінің арасындағы мәмілені қараған кезде таза да сатушы мен банктың арасында риба жүріп жатқан жоқ. Енді береді, ақшасын төлеп кетеді. Иә, ақшасын төлеп кетеді. Затты алып кетеді. Затты мынаған бер дедің, клиентіңе бердің, ақшасын банк төлеп тастады. Енді банк сол үшін комиссионный бірдеңелер алуы мүмкін қызметіне, оның проблемасы жоқ. Жоғала дейді, басқа дейді деген сияқты сервиске, қызметке алады. Бұл жерде проблема жоқ. Екеуінің арасы таза. Енді бұны дұрыс емес дейін десе, бізде нақты дәлел жоқ. Харамды харам деу үшін де, адалды адал деу үшін де екеуіне де арнайы қатқи дәлел керек. Керек қой, енді бәлкім нақты аргумент керек. Арам деп айту үшін де оған аргумент керек. Аргумент керек. Адал деп айту үшін аргумент сұрайтын болсаң, сен біреу дұрыс емес деп айтса, онда нақты дәлелді алып кел деп айтасың. Оған да дәлел керек. Біздер бұны анаған маған ұнамайды кредит, сол үшін сенде кредитпен сатпауың керек деп біз айта алмаймыз. Кредит харам ғой. Ана келісімді қараймыз да ашамыз. Келісім таза болып тұр. Сол үшін біз бұған енді тыйым айта алмаймыз да, дәлел жоқ бізде бұны арам деу үшін. Ал бағанағы біреудің кредит алуына себеп болып тұр ғой деген әңгіме, бұны харам деуге дәлел ретінде жеткіліксіз. Өйткені ол ықтимал нәрсе. Бізде сәдді зараяқпенен бізде үкім етілмейді ол менен. Ол алып барады соған деген ықтимал нәрсе. Өйткені екінші тараптағы алып тұрған адам ол мұсылман болуы мүмкін. Ол мұсылман емес адам болуы мүмкін да. Ол кредит не интересен оған. Мүмкін Құдайды мойындамайтын адам болуы мүмкін деген секілді. Клиент әртүрлі. Сол үшін мен клиент үшін жауап бермеймін. Менің сол кездегі ақшаны беріп жатқан кім? Банк ма? Екеуміз арамызда мәміле таза ма? Сатса рұқсат дейді. Ал енді біреу тақуалық қылып, біреудің кредит алуына себеп болып қалып жатырмын, мен тартынамын десе, онда өз еркі. Банк арқылы сатпаймын, осы жетеді ма, осы болып жатыр десе, ол өз еркі. Оны барып айыптай алмаймыз. Бәрі сатып жатыр, сен де сатшайшы деген секілді. Бұл тақуалықтың ісі. Ал сол секілді сатып жатқандарды айыптай алмаймыз. Өйткені пәтуа бар арнайы. Банк арқылы мүлік сатуға бола ма дегенде бар. Пәтуа бар, тақуа бар дейсің ғой. Иә. Мысалы біреу машинасын сатайын деп жатыр, 10 миллионға машинасын сатады. Жаңа неге қойды, программаларға салды жаңа нелерге, телефондағы. Салып жүреді, машинасын біреу алды. Алған кезде банк арқылы алуы мүмкін ол.
банкке аласың ба, неме аласың деген, қарыз алайын дейсің ба, кредит алайын дейсің ба, кредит алатын болсаң сенің қарызға кіргенді қаламаймын деген сияқты нәрсеменен жұмыс істемейді ол. Ақшасы түсті ма маған, банк төлеп берді ма, болды, мен екі ортада шаруам шешілді. Арман қарата ол банкке түгелдей наличкамен ала ма, банк өзінің шотында ақша тұрған шығар мысалы, екі бөліп ала ма, әлде 5% банк тауып алды ма деген секілді. Оның өзінің шаруасы аяқта, клиентпен екі ортада әңгіме ғой ол жағы. Сол үшін сатушы сұралмайды деп осы жағын рұқсат дейтін осы. Екі бөлек қарайды мәселені. Демек, екі жаққа. қорыта айтқанда тауарды банк арқылы сатуға рұқсат. Сатпаймын десе тақуалық қыламыз өз еркі. Бірақ алушы бұл жерде күнәһар болады. Алушы күнәһар, ол алушы күнәһар. Өйткені банктер, біздердегі екінші деңгейлі банктердің үстінде пениясы болады. Сосын шартта жазылады ол. Бағана 0,0 дегеннің өзінде бұл жерде жаңа кешіктірсең пения деген бар. Сол сөзі үшін шарт дұрыс емес болып тұр, иә. Бұның үшін тағы тонкий былықтары бар. Рибаға апаратын. Бізге тек бет жағы көрінеді ғой, договорларда біраз нәрсе жазылып тұрады ғой негізі. Шын оқысаң біраз нәрсе шығады, иә. Сол үшін Расулскийге товар алуға болмайды мұсылман ретінде. Ол шариғатқа жоқ, бізде анау баяғыда арнасы не ғой, нан мен шай ішіп отырсың дейді да, шекер алуым керек деп рассрочкаға кредитке кіруге болмайды дейді. Біз боқтан өзгені рассрочкаға алатын болып қалғанбыз ғой. Билеттің өзі мысалы, пойыздың билеті бола ма, самолеттің билеті бола ма, рассрочкаға банк өткізді, анау бір адал сияқты қолданылатын не болып қалғанда, жаңағыдай алушыға сатушы бір қинап алғызатындай болып тұрады да. Ол сатушы өз мына жерде тұрады магазинде. Әркім үйіне кіріп айтпайды, менен келіп рассрочка ал деп. Ол алушыда өзі бар барады, мен маған рассрочка бер деп. Сондай. Еще телефонды ашсаң жаңа банктың ішін, сол атып шығады, клең бөліп төлеу, 6 ай, 3 ай, 12 ай. Сияқтылар адамды қызықтырады да, жарнамасымен. Оңай көрінеді да, ананы бүйтіп төлеп тастайтын сияқты болып тұрасың да. Кейбір жерлерде гарантия жоқ қой сен точно сол 12 ай өмір сүретін. Кейбір жерлерде әңгімелер бар, жаңағыдай рассрочка алуға болады, бірақ егер ай сайын нені ақшасын кешіктірмей уақытында төлеп отыратыныңа сен болсаң, онда алу рұқсат деген негізі ол да дұрыс емес, негізі ол сөз. Ол да дұрыс емес. Сөйтіп айтып жүр, бірақ ол дұрыс емес. мен уақытында төлеймін ғой дейді. Бізде шариғатқа сай сауда алу үшін ол шариғатқа сай емес істің мынандай реальный өмірде іске асу шарт емес. Сен алдағы уақытта жаңағыдай бір ай төлемей үстіне пения неғып кетіп, қосылып кетіп, соны сен шынайы апарып ақшамен төлеп іске асу шарт емес. Бізде одан алдын келісімшартта сол шарт бар ма болды. Ол уже сай емес. Уже сай емес. Келісімшартта кетіп қалған дұрыс. Сосын жаңағыдай ғой, іштеңе гарантия ауырып қалуы мүмкін мысалға да, білмейсің ғой, или үйіңде бір оқыс жағдай болып қалуы мүмкін. Сол ай төлей алмай қалдың, ана ай тағы қосылды, пениясы іреп жатыр, шіреп жатыр. Қарасаң жиналып қалған, сонымен бардак басталады. Өміріңде уже бардак болады. Өміріңде андай не басталады. Бұл өсім ғой, оның зардабы болады, руханиде жолым жалып қалды деп атады ғой. Бұның бәрін өйткені сен өсіммен бардың, өзің разы болып біле тұра деген секілді. Баяғыда шариғатта сай нелер бар ғой, баяғы құқықтарда үш нәрсе болғанда, мысалы мен сізге қарызға зат сатсам, Сираның екінші тобын алып бере қойшы маған. Сізден үш нәрсе сұраймын да. Не кепіл зат сұраймын, залог дейді бір жатқанда. Залогқа үйіңді қой деймін, немесе машинаны қой деген сияқты. Не кепіл адам сұраймын да. Кафил дейді ғой. Кафил. Сенен аламасам, сенен алам деген сияқты. Екінің бөлігінде ақша болса, соны алайын деген сияқты. Жаңағыдай кепіл зат сұраймын рахынға, немесе кепіл адам сұраймын деген сияқты. Осындай не кепіл зат, не кепіл адаммен ғана сен мынау ана адам егер ақшасын төлемей кетсе деп солай сақталасың да құқығыңда. Ал кейінгі заманда адамдар енді шариғатқа сай емес болғандықтан қалай әр адамда не жоқ қой, үй жоқ қой, сен не қоятын кепілдік қоятын әр адамда үй жоқ. Сонымен жаңағыдай әр адам жаңағыдай рассрочкаға алу керек деген сияқты бір идея ма бұл, жаңағыдай енді қайдан шыққанын білмеймін. Сол пения деген бір әдіс сол ойлап шығарылған бұл нәрсе. Мен білмеймін бұл қай жыл ойлап шығарылды, қаяқтан келді, бірақ жаңағыдай
пенеден рахат та әр адам ала алады да жаңағы рассросканы. Шартқа сай емес рассросканы әр адам ала алады. Соны өзіңіз айтпақшы жаңағыдай алатындыға да, алмайтындыға да бәрін алып жаңағыдай қарызға негізі өзімізді құртып жатырмыз ғой. Негізі алушы адамның Или шүкірлік азайып кетті бізде ма сондай ше. Әпсіз ғой, мысалы айтамын да дұрыс. Мысалы біздің иманымыз күшейіп магазиндерден енді андай банк арқылы рассроска алмай қойық. Бәріміз алмай қойық, бәріміз былай иманымыз көтеріп деген сияқты. Онда ол пайғамбардан алып тастайды ғой сол. Бізге Ол бағытты алып тастайды. Бізге сай қылып программа құрып беруі мүмкін, дұрыс па? Сай құрып береді жаңағыдай. Біз не қылмағаннан басқа әдісі бар. Басқа әдісі бар. В общем, былай ғой, «Уаман яттақиллаха яджал лаху махража». Иә? Аятта келгенде кімде-кім сақтанса, Аллаға тақуалық қылса, онда одан міндетті түрде шығатын орын көрсетеді, Алла Тағала жол көрсетеді дейді. Енді мына жерде есіме түсіп кетті өсім деген мәселеге байланысты. Миғражда екі оқиға болады, бірақ сирада біреуін келтірдік, сираның екінші томы мынау. Сосын сәл уақыт өтіп, кенет қарындары үлкен үй сияқты адамдарды көрдім дейді пайғамбарымыз айтады. Миғражға көтерілген кезде. Қанат қарындары дәу адамдарды көрдім дейді. Олардың әрбір орнынан тұрған сайын, «Уа Алла, қиямет күнін болдыра көрме» деп құлайды дейді. Көтерілді де қайттан құлайды дейді қарнымен. Олардың Аллаға жалбарынғанын естіп, бұлар кімдер? «Уа Жабрейіл» деп сұрадым дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Жабрейіл алейхиссалам, бұлар сенің үмметіңнен өсім жегендер деп айтты дейді. Яғни бұл да кіреді ғой енді рассрочкаға. Өсімге кіреді, қазір келеміз оған. Енді мына аятты келтірген мына жерде. Мысалға мына Бақара сүресінің 275 аяты екен ғой. Өсім жейтіндер 5 күндік жалған дүниеде пайдаға кенелдік деп ойласа да, қиямет күні қабірлерінен бейне бір шайтан ұрып жынданған адамдай оянады дейді, түргеледі дейді. Бұл олардың сауда саттық тура өсім сияқты деп айтқандығынан дейді. Сауда саттық тура өсім сияқты, оның ешқандай айырмашылық жоқ деп айтқан сөзінен дейді. Ойбай, не деген? Осылай айтылып жатыр ғой, мына әңгіме айтылып жатыр ғой. Ешқандай парқы жоқ, кәдімгідей бөліп аласың просто деп жатыр да. Ондай емес қой бірақ ол жерде. Айтсе де Алла сауда саттықты адал етті, өсімді харам қылды дейді. Кімде кімге Раббысынан өсімнің харам екендігіне қатысты қандай да бір нұсқау, ескерту келіп, сіздерге кеп қойды өз ескертіп. Өсімнен дереу тыйылса, бұрынырақта өсімнен тапқан табысы өзіне тиесілі болып қалады да, ал ісі Аллаға тапсырылады дейді. Бұрынғы тауып келатқаны болса, тәубе қылады, сонымен қала береді дейді. Яғни малыңның бәрін құртып жібер деген жоқ дейді. Ал енді ал кім Алладан келген нұсқауға қарамастан өсімді адал санап, бола береді бұл рассрочка деген. Жаңағыдай пеня қосылса да ештеңе қылмайды, азғантай пеня ғой деп қайтадан өсімқорлыққа салынса, міне солар сондай дейді. Отқа түседі дейді. Олар сонда мәңгі бақи қалады дейді Алла Тағала аятта. Басқа бір хабарда олардың қарындарының үлкендігінен қозғала алмай жатқан кезде тозаққа айдалып бара жатқан перғауынның әскерлері оларды таптап кететіндігі жайында айтылған дейді. Негізі өсіммен ойнап жүрміз біз. Біз негізі отпен ойнап жүрміз. Бұл кабаир ғой, үлкен күнәлар. Үлкен күнәлардың жетеуінің біреуіне жатады, дұрыс па? Одан бөлек пайғамбарымыздың Миғражда тағы бір екінші риуаяты келеді. Ол мынадан қарағанда сахихырақ меніңше. Или екеуі де сахих. Жыланмен ба? Жоқ, анау қанға малынған өзеннен өтеді дейді, жүзіп. Енді шығып жатқан кезде басынан қайтадан батырып жібереді дейді. Анау мына жағалауға келеді дейді, көл ма, өзен ба бірдеңе, қан дейді. Қанның ішінде жүзіп жүреді дейді да. Міне мынау сенің үмметіңнен өсім жегендердің жағдайы деп айтты дейді. Бұл хадис, ұмытпасам, имам Ахмадта келеді. Егер ұмытпасам. Екеуі де сахих, мынау да, ол да сахих. Сондықтан негізі осындай мәселелерді абайлау керек та. Мысалы, кейбір байлар бар да, зекеттің парыз екенін парқына бармайды, қызық емес. Мысалы, міне қазір Рамазан айында тұрмыз ғой. Зекетті садақа сияқты көреді да. Малының жартысын есептеді, жартысын есептетпейді. Айналайын деймін да, Құдай берген мал Құдай ала салады. Сен зекеттің парызын орындамасаң, садақа сияқты қарайды ғой бізде. Зекет туралы айтып жатсаң, андай білгісі келмейді. Сен оның зекетін алып қоятын сияқтысың да, андай қашады да. Мына жерде зекеттен қашқан адамдардың несін айтады? Тозақта, Миғраждағы жағдайын ше. Сондықтан өсім, зекет деген мәселелерде бұл өте абайлау керек. Біз отпен ойнап жүрміз ғой. Мен кішкентай нәрсе ғой. 450 теңгеге мен бумага алып жатырмын да. Мысалға, пачка бумага алып жатырмын. Нештеңе екенін де білмеймін, жалпы деймін да. Соны рассрочкаға алып жатырмын да. Бумага үшін жалқы ғой, тозаққа түсіп кету деймін да. Бумага үшін рассрочкаға бала. Сондықтан өте сақ болу керек, құрметті көрермендер.
бола береді деген нәрсені қою банктер керек та. ақшалай кредит алу сол. Аяттағы жаңағы әдемі сөз бар ғой жаңа келген. Зәлика бианнахум қалу иннамал байъу мислу риба. Мгм. Бұлай азапталуы жаңағы бұл сауда дәл өсім секілді деп айтулары деді ғой. Мгм. Демек өсімді рұқсат деген сияқты қылып тұр ғой. Өсімде бола береді Иә, деп бола адам. берді деген келіп тұр. Ана бағана рассрочканы қарайтын болсақ, сауда секілді ғой. Мгм. Сырт көзге қарағанда. Демек мен банктен банк демейді, жаңа бардым да қарыз заты алдым, екі ортада товар бар ғой дейді. Мгм. Мен одан кредитке ақша алып, сосын үстіне қосылып кетіп жатқан жоқ дейді. Мен қарызға ақша алып жатқан жоқпын. Мен товар болады дедіңдер сендер. Мгм. Мен товар алып тұрмын дейді ғой. Товар алып тұрмын, кәдімгі мұрабаха деген бар ғой шариғатта деген сияқты келтіреді. Деп сіз өзіңізге Ақылайды да, үйретеді. Емеке сол жерде кетіп тұрсың ау кішкентай негізі. Банк жағын оқы деп маған үйретеді. Ананы товар алып тұрмын, тек сол товардың ақшасын бөліп төлеймін дейді. Енді бәрібір ана жаққа ценасы қосылады, үстіне енді қымбат қылып сатып тұр, ештеңе алмайды енді бөліп төлеген кезде бағасын өсіру. Негіз ашатын болса дейді бұны, әр банкта әртүрлі ғой, негіз ашатын болса бұны, ішінде негіз товардың саудасы жүріп жатқан жоқ бұл жерде. Мм. Банк, мен клиент болсам, саудагер, банк маған менің атымнан ана жаққа төлеп жүрді ғой. Мм. Банк маған қарыз беріп тұр да негізі. қарыз беріп тұр негізінде. Банкпен товар алмасып жүріп жатқан жоқ. Өйткені бағанағы товарды анадан сатып алып, банк өзінің меншігіне өткізіп, Сосын оны саған маған береді. сатпайды. Мм. Былай сатса адал ғой, бұл мұрабаха болады да бұл. Мм. Өзіне алады, сосын үстеме бағасын қойып, Сосын маған барып сатса, А. бұл кезде ислам банктер осылай жұмыс істейді, мұрабаха. А. 10 миллионның машинасын рыноктан алады да, банк өзіне өткізеді. Аха. Оны базардан үйіне әкеліп беру шарт емес, сол жерде тұрса да, документальный мына жаққа өтті ма, 12 миллионға сосын 12 миллионға маған сатады. Аха. Бұл адал, үстінде 2 миллион өзі көреді. Мм. Ана жақтан сырттан әкеліп сатып жатқан сияқты ғой енді. Үстіндегісі көрді, мен оған банкке бөліп төлеп беремін. Енді бұл жерде рассрочкадегілердің жаңағы банкте болып жатқан қазір таралып кеткен рассрочкалардың бұл жерде ешқандай екі ортада товар жоқ, банкпен екі ортада. Банк сенің атыңа 10 мың теңгені төледім дейді. Сол 10 мың теңге маған бересің дейді. Өссе пеня болады дейді. Бағана қарыздың мәселесі ғой. Қарыз берем, кешіктірген сайын үстіне ақша бересің деген шартпен. Бұл жерде кәдімгі не жүріп жатыр? Қарыздың риба мәселесі жүріп жатыр, қарыз. Жақсылап түсіну керек қой. Банк ол алып сатар емес, алушы адамға қарыз беруші тарап болып тұр да. Енді қарыздың үстемесін қоссаң ол кәдімгі риба болады сол ғой. Жақсы. Ал енді мынадай мәселе бар. Қиын нәрсе. Мысалға біз Ерік екеуміз бірдеңе, мен Еріктен алып жатырмын, бірдеңе сатып алып жатырмын. Бірақ бізде жағдай нотариуспен банк жоқ. Нотариуспен былай не қылып жатырық, келісім жасасып жатырық. Кешкісеп не жоқ деген. Пеня қосылмайды, короче, кешкісеп. Ол рассрочка дұрыс болып есептеледі. Мен Еріктен алам, ай сайын бөліп төлеймін. Дұрыс. И нотариуспен бізде сауда кетіп қалған. Олай бола ма или қалай? Болады, дұрыс. Осы дұрыс негізі. Осы дұрыс. Сол мен жазып беремін нотариуста. Телефонды алдым Нұрсұлтан ұстаздан. Сөйтіп айына 60 мың теңгеден бөліп беремін, осындай 6 ай деп бүйтіп қойып беремін болды. Проблем жоқ бұнда. Енді сол жерде қарызбын деген сияқты да. болды. Онда қарыз болып есептеледі. Бірақ андай бөліп төлеу қарызы, иә. Бөлу қарызы. Затты қарыз алған боламын да. Болды. Қарыз қалған зат болады, иә. Болды, әдемі. Ақшадан ақша істеп отырған жоқ та. Ал Ерекеңнен 60 мың қарыз алып, кешіктірсем үстіне осынша ақша берем десең, бұл қарызды қарызға сатып үстінен ақша көру да. Ал Ерек саған зат сатып жатыр ғой. Товар бар екі ортада. Сосын ценасын қойды. Тек бөліп төлеп бердің. Бұнда тұрған дым проблем жоқ. Болды, осы дұрыс сауда есептеледі. Сауда осылай. Енді бұның бәрі неге шығып кетіп жатыр жаңағы пеня дегендер. Ерекең айтып кеткендей ғой, жаңағы сен кешіктіруің мүмкін ғой сен. Сен қандай екенін білмейміз сенің. Кешіктірген кезде енді рискті қалай, тәуекелді қалай басқарады Ерекең. Сен не істейсің кешіктірсең? Айтшы, аджима не істейсің ба, не істейсің? Приседание істейсің. Сен тезірек беру үшін сен. Сен тезірек беру үшін Ерекең ақшалай жаза алуға болмайды. Ол тыйым. Дайынның үстінен, қарыздың үстінен ақшалай жаза ала алмайды. Ол шариғат бойынша тыйым. Енді бір сені жүгіртетін нәрсе керек қой, тездететін. Не ол сонда? Сен бір үйіңді тігуің мүмкін залогқа деген сияқты ғой. Залог қойсам бола ма? Кез келген нәрсе ғой енді. Сен айтсаң бататын. Осы болмаған жағдайда саттың да, залог қойылған затты сатып, өзің хақысын алады деген секілді. Немесе сол заттың өзін қою мүмкін залогқа. 2-3 айын төлейсің, төлей алмай алған кезде осы затты келісім бойынша сатасыңдар да, Ерекең қарыз ақшасын бересің. Үстінде ауысып қалса өзің аласың деген секілді.
солай шешеді. Енді қазіргі заманауи түрі осының ислам банктер жұмыс істелетін не қояды? Сен ерікті түрде садақа жасаймын кешіктірсем деген бізде аюфиде келген пенияның баламасы. Бірақ үшінші тарапқа бірақ ол. Иә, не істеймін, садақа жасаймын, бірақ банкке бермейсің ол ақшаны. Арнайы сандық болады, жаңағы счет болады, сол пожертвование дейді, садақаға кетеді. Банк одан пайда алмайды. Бұл қойылып тұрған жазаның себебі банк сенен үстін бағана ақша көру емес, банк сені тездету үшін. Сол үшін сен жаңағы мен егер кешіктірсем, өз еркімнен садақа жасаймын. Кешіктірген күніме дейсің ба, айына дейсің ба, сосын сен сол садақаны садақаны бірақ пайдаланбау керек. Банк пайдаланбау керек. Банк егер пайдаланса, ол күллі қарден жара нафан фахуа риба дейді. Әрбір қарыз артынан пайда келетін болса, ол риба дейді. Қарызы мына кісіге пайда келіп тұрған жоқ. Ол садақаға кетіп тұр. Демек, бұл жазаның қойылуы одан пайда көру емес, сені тездету үшін ғой болды. Қазір адамдарда аманат жоғалғаннан кейін осындай әдістер бар. Тездетеміз деген секілді. Тездет сені үстіне ой үстемесін не істейін, мен тездет беріп тастайын деген секілді ғой. Осындай шешімдер бар енді. Қазір бізде ислам банктер жай жұмыс істеп жатыр ғой. Енді Нұрсұлтан сіз, Айболсыз, негізі сол пенияның шығуы белең алуына негізі тұтынушылардың да кінәсі бар деп ойлаймын. Ол біздің де кінәміз бар деген сияқты. Неге десең, аманат бізде жоқ қой. Қарыз аламыз, қарызды Аллаху акбар деп жоғалып кетеміз. Зарғақ сатып қоясыз. Зарғақ сатамыз. Бірақ машинамыз, үйіміз бар. Айтады, хотя мен бір 3 миллион теңгемді берсе, машинаңды сатып болсын маған бер, мен өзім жайып жүрмін деген сияқты. Оны күте тұр дей саламыз деген сияқты жаңағыдай бір жерден жаза ретінде демейді да бұл бізге. Жаза ретінде. Алла біледі. Осыған салып қойды дейді. Біздің аманатсыздығымыздан ғой. Ол қарыз алыңыз, қарыз қайтармаймыз, біз аттың қарызын да қайтармаймыз. Тықты десе үшін. Андай өте қиын нәрсе. Ислам банкі десе, оларда осындай пеня шырап жоқ екен, үстеме жоқ екен. Бұл садақамен айналысатын ем сияқты көреді нені. Ислам банктер ше, тегін зат береді деп ойлайды. Жазаламайды деп. Ол да коммерческий банк қой, өйткені оның екінші тарапында инвесторлардың ақшасы тұр да. Ол банк өзі ақша басып шығармайды, ешқандай банк. Ана жақтан инвестор тартады. Мен саудамен айналысамын банк ретінде дейді. Сол үстінде пайда қалады кішкентай. Соны екеуміз бөлісеміз. Сен ақша аудар, осындай проекттер бар деген секілді ғой. Инвестор болады. Инвестор дегеніміз бағана депозитке ақша салушылар сияқты ғой. Банктың екі тарапы болады өзі. Мынау тұтынушы тарап, мынау инвесторлар болады. Банкке салады, банк соны мияққа қарызға береді жаңағыдай. Заттарды сатып басқа ақша айналдырып мияқына екінші тарапқа береді да. Ол жақ қарыз немес, қайырымдылық емес. Бая осы жаңа ненің банктердің тарихында келеді. Қазақстанға енді кеше 2019-дардан қателеспесем кірді, 10 кейіннен кіріп жатыр ғой шетелдік ислам банктері. Өзіміздің елден ашылғандары бар деген секілді. Бірақ 90-шы жылдары бір алғаш тәжірибе болған екен. 91, 2-де ме, 3-де ме, 4-де ме, 90-шы жылдың бас жағында тәжірибе болған, Қазақстанға кірген ғой ислам банкі. Ол кезде ахуал түсінікті ғой. Ол бұл жаңа адал арамның ара намаз жоқ, совет үкіметінің енді не істеп жатқан кезде. Сол кезде кірген екен да, сырттан араб елдерінен, ислам мемлекеттерінен кірген. Ана біздікілер ананы алып банкрот қылып жіберген бермейді дейді. Алған, аманат жоқ. Бізде әкіреңдеп отырды жаңағы. Күтшеше береміз ғой қарызың деген сияқты. Алатын кезінде бәледей. Анан деген убитке тығып жіберген мыналарға келмейді екен деген пока. Сөйткенде шығып кеткен. Содан кейін пока бір-біріне айтқан Қазақстанға пока рисковать етпеңдер инвестордың ақшасыменен. Кейіннен барып сол 2009-дарда екінші кіруі сол. Содан кейін жай 20 жылдан кейін кепті қондай. Көп төлей алатын болса жақсы, ол кезде ислам банктерде жүреді. Ертең ислам банктер жақсы ашылып жүріп келе жатыр. Соның өзінде халыққа айтқым келетіні, олар қайырымдылық ұйымы емес. Кәдімгі мыналар сияқты олардың ақшалары қойылады. 20%, 25% деген секілді машина алатын болса, бірақ ол шариғи жолменен ішін зерттеген келетін болса, кішкентай терминдермен таныс. Болмаса солаймен тапсыр. Бұларда пайда көретін ұйым. Қымбаттауға деуі мүмкін. Оларда риск ескереді ғой, инфляция бар, не бар сонымен. Бірақ адал да шариғат бойынша. Соны ескеру керек. Адал, Нұрстазды әрдайым айтамыз, адал зат, адал нәрсе жалпы кішкене қымбат жүреді. Оны біз мойындауымыз керек. Сапалы нәрсе, адал нәрсе қымбат жүреді.
халал колбасаны өзі айтады ма қымбатырақ жүреді деген сияқты жаңағыдай өзі ақша шығарып аласың ғой соған. Нахар де қымбат қой. Иә, сол сияқты мысалы кішкене қымбатырақ жүруі мүмкін, бірақ жаңағыда адалдық үшін өзінің ұстанымын құрметтеген адам үшін ол ештеңе емес ол. Кішкене ақша. Жақсы, рассрочкадан ештеңе қалмады ма сонда? Шамалы аштық біраз енді. Ана бір нәрсені түртіп кете салайын, бағана саудагер сатушыға бір шарт қойып кетейік. Банк арқылы сатуға ала ма деген ұят еді ғой пәтуа бойынша. Бірақ рекламалауға болмайды екен. Біз банк арқылы сатамыз немесе банктың атын айтып деген секілді. Бұл соған бағана рибаға несегенге ашық не болады уже, үндеу болады да. Сенен келіп банк арқылы төлейін деп едім деп келсе, иә дейсің. Былай рекламалауға болмайды дейді. Машалла. Жалпы осы. Осы. Ал енді осы банк ақыры ашылып кетті ғой енді. Осы жерде енді біз қажы екеңдердің сұрақтары бар. Жаңа нені айтамыз ғой, зекет туралы айтып жатқан кезде депозитте тұрған ақшаларынан да зекет беріледі деп. Сол дұрыс қой айтып жатқанбыз, иә? Иә. Жалпы депозитке ақша салуға тоқталайықшы бірінші. Ал депозитке ақша салу мәселесі. Депозитке жалпы ақшаның өзінен өзі тұрып өсуі. Жалпы кез келген операция деп жаңағыдай келісім шарттарда оны ашу керек та, ішін қарау керек. Кім не істеп жатыр бұл жерде? Біреу қарыз беріп отқан кім, қарыз алып отқан кім, ақша сақтайтын орын ба ол, кім ол деген сияқты жаңағыдай. Ақша салушы инвестор ма, или қалай деген сияқты ашып қарау. Жалпы депозиттің несі бұл жерде жақындауы жекелей адам банкке қарыз береді ғой. Мысалы бір 10 миллион теңгесін салып қояды, банк оған мысалы бір 15 күнде ма, айына ма үстіне қосып берді 3% ба, 2-3% өзде 10 миллион 300 мың болады да ол. Банк саған үстіне ақша қосып берді. Басқанда сен банкке кредит берген есебі да. Сен банкке кредит беріп жатсың. Банк саған үстіне ақша қосып береді. Сол үшін бұл да кәдімгі риба дейді ғой біздің мәселеде. Рибаның бұл да сол риба есептеледі жалпы депозитке ақша беру. Енді оған айтсаң, мысалға, енді қайқа сақтайсың дейді, басқа жер жоқ қой дейді. Иә, ол сөйтіп айтады, ол қайқа сақтайсың деп. Бірақ жаңағыдай егер ислам банктер аз болса елде, немесе жоқ болса, кейбір нелерді банктың депозитіне емес, ағымдағы счет дейді ғой, жаңағы текущий счетқа ол өспейтін бір неде ол орын, өспейтін орынға. Сондай бар ма банктың ішінде? Бар, банк ішінде бар. Өспейді, просто тұрады. Бірақ бір несі бізге не үшін адамдар оған салады, оны сізге айтпайды осылайша. Сіз байқамаңыз ғой, олар бүйтеді. Ағымдағы счет деген бар, және депозит деген бар. Егер ағымдағы счетқа ақша аудардыңыз, сөйді тұр, оны енді шешіп алсаңыз, 1% ұстайды да. Енді мысалы 100 мың теңге шешіп алсаңыз ақша, 99 мың теңге аласыз да. 1% жаңа банктың өзінің қызметі деген сияқты сақтаған үшін алып қояды да. Ал депозитке салсаңыз, ол сізге 3% неғып береді, қосып береді депозит. Соны сіз депозиттен ақшаны шешіп алсаңыз, бәр пайыз ұстайды да. Сол кезде 3%-ның бәр пайыз ұсталғанның өзіне сізді 2% плюс тасы да уже. Сол үшін депозитке бәрібір ақшаны шешіп алған кезде менің артық ақшам, кішкене артық ақшам банк ұстап қалмасын деп бәрібір соған қояды негізінде. Басқанда кішкене сараңдық болып тұр ғой. Кішкене сараңдық. Сол үшін ағымдағы счетта ақшалай шешіп алған кезде кішкене ақшаңыз азаяды. Депозитте оны ақшалай шешіп алған кезде азаймайды. Сол үшін қояды, айтады. Бұл да бұл айналып келген жаңағы адал нәрседе кішкене шығын бағалады. Одан қашып құтыла алмаймыз. Ал депозитке, депозит па? Депозитке ақшасын депозитке салып тұрып, бағана үстінен
косумча жаңа 10 миллион салды, та 300 мың косуп берди да банк. Енді на каком основании деген сөз бар ғой. Ол сол 300 мыңды сен не істеп таптың деген әңгіме ғой. Саған неге беріп жатыр? Сен түрің әдемі ма? Не үшін беріп жатыр деген сөз ғой. Сен саудаластың дегенге келмейді. Ол сауда емес. Сен қарыз бердің, үстіне 300 мың берді. Бұл анық риба да, ол таза. Ал егер сен инвестормын дейтін болсаң, инвестор ол рискке кіру керек. Сен 10 миллионды арман арта саудаға салу керек. Бағанағыдай біреу банкке машина алып берші деп келіп тұр. Соған сен 10 миллионды салады. Саған машина алып беріп жібереді клиентке. Сөйтсе ол бөліп төлейді. Бір жылдың ішінде ай сайын 12 ай төлеп береді. Бірақ 12 миллион болып қайтайын деп тұр. Бір жылдың ішінде күтесің. Сонда үстіне саған риба келді, пайда келді. Сосын банк екеуің бөлісіп аласыңдар. Сонда салған 10 миллионыңа бағана түскен 2 миллионды банк екеуің бөліп алғанның өзінде 1 миллион пайдадасың. Бұл жерде сен не істедің? Тәуекелге кірдің. Саудамен айналыстың деген секілді ғой. Ал мына банктердегі депозитте ондай нәрсе жоқ. Саған ақшаң үстіне ақша қосып береді. Бұл таза риба болып тұр да. Сол үшін енді қазір ислам нормаларын сақтанбайтын банктерге депозитке ақша салуға болмайды. Рұқсат жоқ. Баламасы болатын болса ислам банктер бар қазір. Зерттеп атын айтпай ақ қойып түсіністеп, бірақ қазір қоғамда бар, дұрыстап зерттесе көбісі білмейді екен. Ақшасын салады, оны көбейтіп алады. Депозитке тағы бір адамдардың сәл андай қылатыны былай бүйтеді олар. Ұстаз дейді, сізге де айтса керек. Ұстаз дейді, мен депозитке ақша саламын дейді. Менің мақсатым үстіндегі ақшаны мен пайда алу үшін емес дейді. Оны садақаға жіберемін дейді. Менің ниетім түзу дейді. Тура сондай ғой. Өйстіп айтады ғой. Өйткені бұл келген ғой кітаптарда, бұрын осылай айтылған деген секілді ғой. Бізде айтады, ислам мемлекеті болмаса, жаңағыдай ислам банкі болмаса, сен ақшаңды сақтауың керек. Үйге сақтаса тиімсіз де болып тұр. Ұрлыққа түсіп кетуі мүмкін. Ұрлыққа түсуі мүмкін. Сосын ағымдағы шот болмаса егер, ол шот тағы бар. Андай ғой, сосын ақшаны кәсіпкерлер шотта ақшасы тұру керек, оның бірдеңелері бар енді олардың. Заңда бар сондай. Өз кәсіпкерлік бірдеңелермен сырт жақпен жұмыс істеген кезде шоттарын тексере ма, депозитінде ақша болу керек деген секілді. Сосын ақша аударымдарында тез да анау банкте тұрған ақша депозитте тарс аударып жібереді. Жеңілдетеді кәсіпкерлерге. Біз 5-10 теңгемен бізге білінбейді. Олар 100 миллион, 200 миллион жұмыс істейтіндердің ол депозиттегі шотында тұрады. Ағымдағы шотқа ондай количествода салмайды ау деймін. 3-4 миллион, 5 миллион тұра береді енді ол. Ал депозитке шынымен сондай пайдаланатындар бар да, ақшасын сақтап қою мүмкін, басқа қылу мүмкін деген секілді. Осылай баламасы болмаса егер, онда пайдаланса болады, тек қана үстіндегі бар түскен нені, ана банк берген рибасын, пайызын пайдаланбайды дейді. Пайдалансаң ол өсім болады кәдімгідей. Оны садақа деп айтылмайды, тахаллус дейді, тазару. Жаңағы қайырымдылық жолдарына күнәдан құтылу. Қайырымдылық жолына сен мәжбүрлі түрде бардың ғой енді соған. Басқа баламасы жоқ. Қазір енді мен саған айтайын, жаңағы балама түрлері бар. Бізде 2-3 банк Қазақстан жұмыс істеп жатыр. Соған салып өткенде көрсетіп едім, мынандай нәрсе бар. Примерно 20-25% риба уәде етіп тұр деген секілді. Ол банктер қазір құрылыс, тұрғын үйге, машина алып беруге деген сияқты сондай жаңа саудаға кірісіп жатыр да, оларда пайда бар. Тендерге кіреді банк. Сөйтіп пайдаға кенеледі деген секілді. Примерно осындай пайдаменен деп инвестор тартып жатыр. Бірақ банктың өзінде гарантия жоқ қой, дұрыс па? Иә. Сенің ақшаның ол жерде ең сенімді жол дейді ғой, мысалы, банктың өзі бір күнде банкроттық жариялап жіберсе, не істей аласың сен? Енді Шымкентте бір жігіт айтады да, бір шәкірт жігіт. Ұстаз дейді, мен ағымдағы шот деген нәрсені білмеген ғой ол. Мен тек қана депозит бар деп жүрсем, банкке бардым, іздендім, ағымдағы шот деген бар екен дейді. Мен ақшамды депозиттен ағымдағы шотқа аудардым дейді ғой. Аны ізденбейсіңдер ғой деймін, естіппін де жаңағыдай көрдіңіз ба? Сөйтіп өзім біліп, көзім ашылып, депозитте ақшамның бәрін ағымдағы шотқа аудардым дейді. Бұл сөзді тұр дейді қазір деген сияқты. Ізденсе адам бар ғой, осы айтпақшы жағдай, ислам банктері бар ма деген сияқты. Мән жадда уәжада. Енді біз әлемде қандай демалатын күшті жерлер бар дегенге бәрін біледі. Бір апта, 2 апта іздейсің ғой жаңағыдай. Барлық сөздерін салып біледі оны. Ал қай жерде ислам банктері бар екен деген біздің елде былай
адам сәл ізденіп адал кетті. арам мәселесі Иә. оған вообще қызық болып тұрған жоқ қой. Болып тұрған жоқ қой сол. Мынадайлар бар айтпақшы. Өте. Нормальный сумма ақша түседі ғой. Мгм. Сөйтеді де белгілі бір банкке ақшасын салады. Мгм. Сөйтеді де сол банк арқылы 14 күн ба андай неде жатады жаңағыдай депозитте ма 10 күн ба Мгм. Иә, депозитте жатады. Шарты бар иә. 15 10 күнде күн ба жатады. 15 күн жазу 15 керек. күнде жатады. Содан кейін ана ақшаны процентсіз ала ма сондай бірдеңесі бар. Мгм. Иә, сол жаңағы ғой. Бағана мәселе ғой Бағана сол. мәселе. Бірден шешсең өтініш Стоп. таста дейді банк. Өзі банк лимит қойып қояды, күніне 300 мың шешесің деген сияқты, миллион шешесің. Одан артық шешкің келсе бізге өтініш тастайсың дейді. Өтініш тастайды. Сосын сол өтініш қабылданғаннан кейін ақшаңды наличка шеше аласың, бірақ үстінде ұстап қалады ақшасын. Ол енді 100 миллиондарда әжептәуір ақша екен. Иә, 100 миллион болса 3 миллион болып қалады. 3 миллион, жаңағы 3% ұстайтын болса ше, 3 Иә. миллионда Үш әжептәуір миллион ақша. бар, Соны иә. енді ол айтады. Мен енді оны банкке тастап не істеймін 3 миллионда. Лучше депозитке аударсаң тегін аласың, бірақ депозиттегі шотыңа аударып жіберсең, сосын күтесің 10-15 күн. Кішкене Шамалы күтесің. Күткеннен кейін тегін ақшаңды жаңағыдай комиссиясыз ала аласың да, дұрысын ба? Сол үшін сондай барады. Енді бұл жерде де бұның арнайы пәтуасы енді біздің елде әлі берілген жоқ, зерттеліп жатыр. Бұның бәрі депозитке салу арам ба, арам емес па деген сияқты мәселені нүктесі қойылса, Сол кезде бар. содан кейін уже анау сен депозитке салдың, Иә. сенің жаңағы желеуің растала ма, расталмай ма деген әңгіме ғой. Мен ұтылғым келмейді деген әңгімең қалай, қаншалықты дұрыс? Енді осы жерде ақыра өсіп көбею туралы жатыр ғой. Ипотека деген бар да. Енді ол бұл туралы айту дұрыс бола ма, болмай ма білмеймін да. Өйткені ипотека мен бір естігенім, ипотекаға үй алатын адамдарға жалпы үкім берілмейді деді да. Өйткені бай адам бар, мысалы ақшасы бар адам бар, бірақ ипотекаға бөліп төлеуге алып алды да ол үйді. Оған болмайды дейді да. Үйі бар, тұрғылықты жер бар адам мысалы. Үйі жоқ адамға ол қаралады дейді мәселесі. Осы нақты бір бізден берілген фатуа бар ма муфтияттан? Ипотекаға мынадай, бар муфтият. оны жалпыға бірде айтуға болатын жері бар, болмайтын жері бар ма деген сияқты бар ма? Муфтияттың несінде тұр ғой сайтында. Дұрыс емес деген. Ипотека үй алу, иә. Өйткені бір ұстаздар айтып берген да, ол бола береді деп, жалпы халықтың арасында отырып айтылып кеткен да бір әңгімеде. Соның бәрі бола береді деп, ана бізге сол бола береді деген жағы керек қой енді, соны алып алып пытырлатып жатыр да. Олар өзде ұстаздар бір-бірден ұялып алған, сендерге тек бола береді, болмайды деп айтады деген сияқты әңгімелер де бар ғой. Ол жаңағы Енді ұстаздардың бәрінде үй жоқ қой, қаңғып жүрген. болмайды деп жүрген имамдарың, олар бір-бірден ұялып алған, сосын олар құтырып жүр деген сияқты әңгімелер де тарады. Ол әңгіме де бар ғой негізі. Шынымен ипотека енді жаңағыдай нелер дұрыс болмай тұр ғой. Сол үшін оған арнайы несі шықты. Рұқсат емес енді, операциялар дұрыс емес. Басқа бір балама жолдар керек. Құдайға шүкір бізде жаңағы осы тұрғын үй жинақ банкі, қазір отбасы банк қателеспесем. Сол енді өздері де айтты, арнайы жариялады. Біздер ислам шариғатына сай ипотека ұйымдастырамыз, үйді деп сату жағын. Сол жұмыстар жүріп жатыр. Кеше құдайға шүкір заңда шықты, банктердің ішінен ислам окошко ашуға рұқсат деген. Ислам шартымен жүреді енді, ол комиссия болады деген секілді. Бір қол жеткізген дүние осы болды. Бұл менің артында күшті команда жүріп жатыр. Осы финансистер, ислам банкіне қатысты, налогтан, бухгалтериядан жақсы мамандар ұйым бар. Сол жердің айналасында бірігіп, осы заңға өзгертулерге атсалысты, депутаттар кірісті деген секілді жақсы. Енді осы отбасы банкте өздері инициатива білдірді. Біздер де ішімізден осы бір бөлігін осы ислам банкі жаңағы ислам шариғатына сай қылып үйді бергіміз келеді. Неше түрлі жолдар бар, оның жаңағыдай мүшарака дейді, серіктес болып алуға болады. Ижара, жаңағы аренда есебінде алуға болады. Мурабахамен деген сияқты, қайсы бірден де өздері қалай ыңғайлы қарайды. Бірақ шариғатқа сай болады. Шамалы сабыр қылсақ шығайын деп тұр. Ал енді жалпы бүйтіп ипотека бола береді деп айту ол адамдарға күнәға жол ашып беру. Ипотеканың жалпы ипотека әдісі қалай жүреді? Оны да бүйтіп ашып қарау керек та. Мысалы ол білесіз, мысалы бір үйді таңдайды. Сөйтті бір 3-тен бәрін ба ақшасын беріп қойды, өзі ақша жинап жүреді бір адам. 5 миллион ба жинап жүреді да. Первоначальный взнос дейді ғой, бірінші ақшасын беріп қойды, 6 миллион, 5 миллион. Қалған мысалы бір 20 миллион, 25 миллионын банк неғып береді, төлеп береді да. Сен банкке расчетский қылып, жаңа қайтып айналып сол расчеткінің темасына қайтып кіреміз ғой сол. Ай сайын 186 мыңнан дейді да. 186 мыңнан
15 жылға дейді да. Ай сайын 316 мыңнан 15 жылға бөліп төлейсің. Егер төлемей қалсаң кейбір айларда тағы үстіне қосылады деген сияқты. Қайтадан сол пеня мәселесіне. Истисна бар ма? Истисна. Мысалға қазақша не исключение қазақша ерекшелік болғанда бізде андай бар да. Енді ұстаз қоғам бағалағаннан кейін ол қоғам нелерден жалпы әртүрлі адам болады, байлар болады, орташалар болады, қарапайым халық болады. Бәрібір Америкада да үй жоқ адамдар бар, Дубайда да үй жоқ адамдар бар. Жалпы әлем, біз оны ипотека рұқсат етсең де бәрібір ол үймен қамтамасыз ете алмайсың. Ол сондай адамзаттың өмір сүру әлеумет тануыма сондай социологиясы. Ол байлар болады, орташалар болады, кедейлер болады деген сияқты. Ол кете береді. Бола береді. Енді ол ешкім оған рұқсат ете алмайды, бірақ жаңағыдай ойлаймын да мен мысалы ижараға деген сияқты бір жаңағыдай бір 50-60-70 фатуалар бөліміне барып мысалы өзінің жағдайын детально айтып берсе, оған бір бөлек. Ол да бір есікті ашу болып та есінде. Бір қарсы соққысы да болуы мүмкін, оның ары қарай бір нәрсе есікті ашып жіберуіміз де мүмкін оған. Жағдайын айтып көреді ғой енді. Мысалы кейде андай жағдай болады да. Ол ананы айтады. Андай жағдай болады. Айтпа деп айта алмайсың ешкім. Бірақ білдіреді сөйтіп. Білдіреді ол. Өзіне берілген фатуаны жай жібереді, білдіреді. Ұстап тұрмайсың ешкімнің аузын. Ол да бар. Жеке барып мен фатуа бөліміне сөйлесіп көреді ғой, қалай жағдай, қалай деген секілді. Кейде мысалы көп баламен квартираға алмайды. Вот сол ғой. Сосын жаңағыдай жерде тұрса, кішкентай сарайларда баласының денсаулығына зиян келіп жатыр, одан сайын ауру, 2-3 баласы ауырып қалады деген сияқты ғой, шығыннан шығын деген секілді. Оның барлығы мына біздің оның барлығы ол ипотека рұқсат еместіктен емес, үй болмай жатқан осын жақсылап түсіну керек. Біздің жалпы адамдардың үйсіз жүруі ол ипотека рұқсат еместіктен емес ол. Соны жақсылап түсіну керек. Ол мына зекет шығаратын адамдардың барлығының шығармауы. Ол бір. Одан кейін мемлекеттік бағдарламалар бар да, жаңағы басты аналарға, көп балалы аналарға деген бағдарламаларды сол бағдарламаға сай емес адамдардың үйлерді алып алуы. Онда үлесі бар да, адамдардың үйсіз қалуына. Сол үй алуы тиіс болған адамдар ала алмай қалады да, бір жағдайлармен. Ол шартқа сай келмейтін адамдар бір қарасаң үйлі болып жатады. Ана жақта таныс тамыры бар да енді. Сондай нелермен үйсіз қалып жатады. Оның сол мысалы зекет мәселесі қарапайым. Енді Аллаға шүкір біздің ел енді былай қалталы азаматтар көп. Солардың барлығы шығарса былай ықтималдан мен шығар деп есептесек, ол үйсіз адам қалмайды. Үйсіз адам біздің елде қалмайды. Соларына әсері бар да, үйсіздікте адамдардың баспанасы болып жүруіне. Ана қор 2,5 мың үй берген, мына қор 1,5 мың үй берген. Мысалы, ана қор 700, мысалы муфтияттың өзінің ел үлесі пәтерге деген несі бар. Қанша мыңнан астам адамға үй беріп тастаған. Тоқтата алмай жатыр деймін да, ана ипотекада жатқан адам саны жоқ. Очередте тұрған. Сіз мысалы сіздің ипотека рұқсат емес деп айтсаң да, ол бәрібір ала беруі мүмкін, бірақ сонда да үйсіз жүргендер көп та көрдіңіз. Ол бір басында 40 үйі бар адамдар да бар, ондайларды да кездестірді. Ол сен қалай алып жүрсің деймін да, 40 үйді. Сияқты мәселе ол. Сөйтсек, сондай екен да жаңағыдай. Мемлекеттен бөлінген үй болса, ол өз орнына бару керек. Сол кезде бұл нәрсенің шешімі табылады. Ортадан біреулер кіріп кетіп жатыр ғой. Кіріп кеткеннен кейін сондай болып тұр. Ақылар желініп жатыр да, біреулер далада, сонымен оның харамға батуына сен себепші болып жатсың. Адам ақысы өте қиын болады сол. Негізі аша берсең кете береді деген, ол бір-біріне бүйтіп байланып. Кейде анадай бір дүние бар, енді маған ренжіп қалды мүмкін тыңдап жатқандар. Қалаға келіп тұрып жатыр да, енді қала Алматыға болсын, басқа жерге болсын.
Ауылда үй бар демей ақ қояйық, үй жоқ шығар, тұрғысы келмейді тағы бірдеңе деген секілді, ажырасып кеткен күйеуімен басқа болсын әйтеуір, немесе күйеуі бар, әйтеуір жағдайлар нашар. Қалаға келіп, балдарымыз оқиды деген сияқты ма келді. Қалада 250-300 мыңға тұрып жатыр. Квартирада. Нашар жертөле дегеннің өздері 150 мың беруі мүмкін деген секілді ғой. Балдарым ауырып қалып жатыр дейді. Осы ақшаны негізі ауылдан барып, шалғай жердегілерге барып не істесе, 50 мың теңге жағдай жасалған үйлер. 30-40 мың теңге. Мысалы бізде 50 мың теңгеге жақсы туалеттің несі тартылған ішінде сондай кәдімгі жер үйді аласың арендаға. Қызылорда ма? Аралда. Аралда ма? Иә. Несі төленген газ, келіп тұрған деген секілді кәдімгі жер үйді этаж үйлерде де бар істеп қойған, екі этаж үйлерге газын апарып, туалеттің бәрін ішіне кіргізіп қойған, канализациясын тартып деген секілді. 50 мың теңге да. Енді сен қалада не істеп жүрсің, қарау керек та ол. Қалада қанша тауып жатсың, миллион тауып жатсың ба деген секілді. Ал бір 200 мың болса тауып жатқаның, бір мектепте істейсің, бір еден жуасың, басқа қыласың. Бұл айлық бәрінде бірдей да. Аралда мектептегіде еден жуған, повар болған, қарауыл болған бір сума. Мемлекеттік жұмыстар барлығы бірдей. Почти бір. Мынаяқтағы да сол. Енді балаңды студент болып жатса, оны грантқа түссе, жаңағы общагада тұрса дұрыс та ол. Сөйтіп жібер. Сосын сен сол ауылда жаңағы істей бер, сиырыңды асыра, енді тауық бағасын ба деген секілді. Көбісі жаңағыдай тіршілік қылғысы келмей қашып жатыр ғой дегендей ол үлкен қалаға. Бұл жаңағыдай басқа возможностьтар бола тұра, үйлер бола тұра арзан жалдауға, мүмкін кейіннен сатып алу мүмкін деген сияқты ценаларды ауылдық жерлерде төмендеу ғой. Ол қаладағы тұруға мүмкіндік жоқ деген нәрсе сылтау емес та, онда ыңғай келетін жерге бар, шаман көтеретін жерге бар. Мысалы, ипотеканың өзінде мысалы ол 15 жылға, 20 жылға ай сайын 200 мыңнан, 1 мыңнан деп есептеген өзі, оның өзі оңай емес адамға. Өзі ойлайды жаңа ипотеканы рахат деп тегін алып жатқандай алады, бірақ оның өзін ойласаң 15 жыл, 20 жылға бүйтіп бөліп төлеу ол да оңай емес. Ол да оңай емес адамға. Жақсы, онда абайлау керек, иә? Жалпы бағанағыдай ғой, бұл жерде де не керек? Бәрібір сенің иманың ғой шешетін айналып, тақуалығың шешеді. Алладан жатпай тұрмай, мысалы, тақаштыңды үзбей Құдайдан сұрашы, мысалға деймін да, енді сен шынымен харамнан қашып атқаныңды Алла Тағала жақсы біледі ғой сенен жақсы. Тақаштке тұр, истиғфарларың бүтін болсын, мысалға да. Бар ғой, юрселес сама алейкум мидрара ва юмдидикум би амуал, тұр ғой, мал дүниеңе Алла берекет береді, Раббыларынан кешірім тілеңдер деген аятта тұр ғой. Міне сол енді өзі шешеді әркім. Біз ескерту ғой, енді біздікі ескерту, барынша харамға түсіп қалмасын деп. Пайғамбарымыз айтады ғой, мен бейне бір түнде жанып тұрған оттың жанындағы қолында желпуіш бар, жәндіктерді қуып атқан бір ескертуші сияқтымын дейді да жаңағыдай. Ол жәндіктер оны жарық деп, мынадай сәуле деп барып үстінен өтіп жатыр дейді да, қанаттары күйіп отқа түсіп қалып жатыр дейді. Мен бұларға жоламады, бұлар жарық деп барып қалып жатыр дейді. Не бұл ештеңе қылмайды ғой деп барып қалып жатыр да енді адамдар. Үйі бар адамдардың ипотекаға, квартираға беріп қоямыз ғой деп, ипотекаға алуы мысалға да. Ол вообще дұрыс емес. Ол көп. Мысалы, біреудің үйі бар, ол бала-шағасы ал кішкентай 3 жасар болуы мүмкін. Сол балам өскенше деп та 2-3 үй алып, қарыздан кетіп өзі сөйтіп жүргендер бар. Әдейі үй алу үшін үкіметтен ажырасатындар бар мысалға да. Документально ажырасып, үйді алып кейін қайттан қосыла қоятындар. Мысалға енді ол үкіметпен ажырасқаннан кейін ол ажырасып кетті ғой. Ажырасып кетті ғой. Қиын нәрсе ғой. Қиын нәрсе ғой. Енді ажырасып кеттігенде ар жағын өздеріңіз не қыласыздар? Патуалар бөліміне барып муфтиятқа. Жалпы жақсы нәрсе емес. Сондықтан Құдай сақтасын, бірақ кім сақтайды? Сақталам деген адам сақтайды да. Бір бүйірің ұрып тұрса, бүйтіп рассрочкаға, ипотекаға қарай аласың ақыры бәрібір. Дұрыс па? Енді ақыры сол өшетін ақша туралы айтып жатырық қой енді. Кейде бауырлар мынадай сұрақ қояды. Кредит алып, шаруа бастап кетсем бола ма дейді. Мысалы, үкіметтен бөлінетін кейде бір кредит нелер болады екен да, программалар. Сондайлар бар. Немесе кәдімгідей кредит алып, бір тірлік бастайды. Ана кредит жауып тастаймын мен дейді. Ертең Құдай қаласа шаруа жүріп кетсе жауып тастаймын. И жоламаймын мен дейді. Сөйтіп бастамасына тек алып жіберсем бола ма дейді. Сол қалай мысалға? Мысалы, адам андай ғой. Адам негізі ақша жетеді, былай жұмыс істеп отырады. Кәсіпкер мысалы бір айтайын бір
20 миллион 30 миллион оборотпен жұмыс істей береді сөйтіп өзіне ұқсағандар көреді ғой өзіне ұқсағандар 20-30 миллионмен істеп жатады да олар тағы кредит алады ғой тағы 20 миллион алады тағы 30 миллион алады 60 миллион қылып соны айналдырып жатқан көреді да анау кредит алып істеп жатыр деп ойлайды да мен де кредит алып берсем ба деп өзінің тыныш өмірін құртады да оборотты арттыру үшін дейді біреу маған сөйтіп қойған сұрақта сосын оборотты ана пәленше алып отыр менің жанымдағы адам дейді ол кредитті ол алып отыр ол оның отбасына қалай әсер етіп жатыр оны таныш ұйықтап жатыр ма оның сен көре алмайсың ғой оның сол үйіндегі өмірін жан дүниесінде береке деген нәрсені может сенің ол одан оборотың екі есе аз болса да сен өмірің таныш шығар деп айтамын да сөйтемін да сол кезде деп қалады да сондай деген сияқты ол не только жаңағыдай ақшасы жоқ адам ақшасы кәсібі бар адамдар да кредит ала береді ғой тағы арттырайын мынаны 2 ресторан болса 3-ші ресторан ашайын деп кредитке деген сияқты сөйтіп сондайлар да өзіңіз айтпақшы бір-екі үйі барлар тағы үй аламын деген сияқты өмір сүріп жатыр сөйтіп сондай ойда жүргендер бар мысалы 2 ресторан жүріп тұр 3-ші ресторанға 100 миллион тағы кредит ала салсам ба екеуі жүріп тұр ғой жауып тастаймын деген сияқты ойда жүргендер бар олар енді тіпті дұрыс емес та олардың істері сол үшін мынандай жалпы ақша тауып өмір сүру үшін бизнес істеу шарт емес осыны жақсылап түсіну керек қой біз жалпы жетістікке жету үшін өмірде немесе бір жақсы өмір сүру үшін міндетті түрде кәсіпкер болу керек деген бір түсінік ба соны білмеймін ше оны қайдан алғанша кәсіпкер емессің ба сен как адам емессің ба сондай да адамдардың қалып кеткен біреусің да мысалы сен мықты инженер бол сұранысқа ие бол мықты немесе мықты футболист бол деген сияқты ғой өзің емес Роналдо енді әлемде сол ең мықты өзінің саласында 1 миллиард доллар жеткен да оған бизнесмендердің не деген бизнесмендер оған жете алмай жатыр мысалға да сол үшін мәселе абыройдың артуы немесе бір қоғамда өзінің орнының болуы кәсіпкер адам кәсіпкер емес адам болып өлшенбейді мысалы біреу мықты ұстаз болуы біреу мықты инженер біреу мықты мұғалім біреу мықты мұғалім болуы мүмкін сұранысқа ие да біздің ауданда ауылдасым бар менің өзімнің сыныптасым ол жігітті үнемі айтып жүремін екеуміз мектепте оқыған кезде жарысып оқитын тұғымыз ғой жарысып оқимыз әрдайым мен оны ұната алмаймын ғой ол менен оза береді жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуде де менен озып кеткен да ол жігіт ол қазір ауданда сұранысқа ие математик жігіт та 8-10 жылдық стажы бар да Төле би ауданы Түркістан облысы айтып кете салайық Төле би ауданы Ленгер қаласындағы менің екеуміз әр сыныпта оқыған жігіт та сондай сияқты мықты математик мықты мұғалім мықты инженер сияқты ол сондай ал кәсіпкерлікке кетсең онда кредит алып бастау керек сияқты адамдар соған ұрынады да сол үшін ол ондай емес егер кредит алу керек болса онда істемеу керек кәсіпте қарыз алып болса онда мүмкін енді былай жаңағыдай или инвестормен жұмыс істеп егер саған кредит алғаннан басқа ешқандай жоқ па сен осы уақытқа өмір сүріп келдің ғой кредит алмай ақ деген сол сияқты бір амалын істеу керек та ол міндетті түрде кредит алып жаңағылар сияқты шалқимыз деп ойлайды ғой жалпы кредит алып жұмыс бастау негізі дұрыс емес қой алсын бісмілләсін берекетін құртасың ғой иә сосын құртады алып бастап енді істеп қойғандар бар ғой бұрын 10 жыл бұрын 5 жыл бұрын бастап қойғандар енді оларға айтарымыз енді бұдан былай алмасын енді сол тәубеге келіп ары қарай енді өз жұмысын адалдап жайлап бағытын өзгерту керек қой бұған айбат ұстаз иә бағана енді инвестор тарту керек қой неге кәсіпке иә ақша керек болса сенде идея бар мықты иә идея бар кішкентай кіріспен бар менде айналысып отырмын деген анада идея жоқ бұйым ақша бар иә екеуі бір оны
тарт осындай деп нақты договорға келсіндер. Мына тағы бір филиал ашам, кірісі осындай болады, жылына айына осындай жұмысшы алам деген сияқты нақты бизнес планмен барсаң, ол қазір ереке көп екен, жаңағыдай ақшалары бар адамдар бар да, маған 30 миллион бар, 40 миллион бар, қайда салып қояйын деп жүрген, бұл қалай айналдырсам болады деп жүрген жігіттер өте көп. Екеуін кездестіру керек енді. Екеуін кездестіру керек. Бір досым бір малмен айналысады, соған салсам бола ма дейді. Тоғысқан тағдырлар. Біреу малға салсам бола ма дейді, онан қандай шарттар қоямын, не істеймін деген секілді. Осындай қолында ие бар адамдарға мынау контрактымен кіру керек. Қалай бөлсеміз, енді серіктестік алда тоқтала жатамыз тағы да. Сол жерінде серіктестіктің шартына сай отырса, инвестор да табылды, түскен табыстан бөлісесіңдер, тең бөлісесіңдер ма, қарайсыңдар, кім көп жұмыс істейді деген секілді. Анау да тұрған ақшасы жұмыс істеп тұр, мынау да бағанағы кредитсіз жұмысын дөңгелетті. Банксыз да, өйткені банкте бірінші бағана процентін төлейсің, одан барып негізгі сумманы төлейсің деген секілді. Сосын көбінесе енді бұрын кәсібі бар жігіттер, мысалы бір рестораны бар деп жатсыз ғой, енді екінші ресторан ашса келеді. Бір сай алтыным болса, тағы бір сай алтын болса екен деген сияқты хадис. Сол бірінші рестораны бар болуы, оның енді оны есептейді, қарайды, банкқа залог ретінде өтеді екен да анау. Маған та 100 мыңға кредит шығып тұр дейді, салдырып көреді. Ана енді мүмкіндік тегін ақша сияқты көреді ғой. Маған осындай мүмкіндік келіп тұр екен. Сөйтейін де тағы бір здание алып тастайын деген секілді. Осы орайда бір нәрсе айтқым келіп тұр. Кеше енді самолетте Қызылорданың кәсіпкерлерімен ұшып келдік. Жақсы кәсіптен дамытқысы келеді деген секілді. Сол осындай донерін істейтін жігіт Қызылордадан ашып тастады, үшеуін. Сосын тағы Шиеліден дейін ашып, 6 филиал бар екен. Ешқайсысын кредитсіз. Халал. Иә, халал. 60 мыңнан бастадым дейді, баста. 60 мың теңге. 60 мың теңге бастадым дейді. Машалла. Сонымен келіп донер кішке кетіп аренда алған деген секілді. 60 бар ма? 20 мың теңге бар менде же. Тағы 40 мың теңге табу керек инвестордан. Бұл менде болып қалар. 2020-да ма бастадым деген қателеспесем. Сонымен айналдырып ана кеткен. Қазір енді ананың донері мықты бірінші орында. Неде, Қызылордада. Сол жігіт айтады, кредитсіз дейді. Асықпау керек, бірақ кредитсіз болады деп жатыр да бәрібір. Бізде кредит маған ұрысып келеді андай қалып ше. Имеке енді деген барлығы алып жатыр ғой, біз қатарластарымыздан қалай бәсекеге қабілетті болмасам, мен опырып кетіп жатыр дейді да, бәсекеге қабілетті болмасам. Асығыстық қой енді. Мен алайын банктен шығып тұр маған деген секілді. Ризықты талап етуде, бая бірінші подкаст қой. Ризықты талап етуде. Күт деді ғой, иә? Күт деді. Кешігіп келсе де, ол саған келеді деп жатыр да. Кешігеді, бірақ адал болып келеді деді. Адал болып келеді. Соған асығыстықтан тұр. Оған жоламай бағана инвестор тартса, кәсібі дөңгелейтін алғы. Бізде айтқым келіп жатқан таза тәжірибе бар да, кредитсіз 6 точка ашып, Құдайға шүкір жүріп тұр жұмысым дейді. Бәрі бар. Сөйтіп де жүріп кетеді, самолетке кіретін жаңағы коридорда жатырмыз. Сол ойланамыз ұстаз дейді, жаңағы жалпы мұсылман кәсіпкерлеріне қатысты ғой дейді, олар да ойланатын шығар. Осы ақшаны не үшін үлкейткім келіп жатыр, бизнес істеп тұр ғой, енді содан мақсат не деп сұрайықшы дейді. Мұсылман кәсіпкердің алдында айттым ғой, ойлау бөлек болады оның. Мен не үшін үлкейткім келіп жатыр деген әңгіме енді. Біреуге мақтану ма, бай адамдардың жарысы басқашалау болады екен. Аның бір рестораны бар, мынаның 2 рестораны бар деген секілді. Иә, соңғы үлгідегі машина жарысы басқашалау. Ол ортаға түсіп кетсең, жарысып өлесің. Ауырасың, жарысып шаршайсың. Не істеп жүрсің білмейсің, иә. Сол үшін алады екен. Анау енді өзің жүріп тұр да, алты неде жақсы ғой. Соған енді сен тағы да үлкейткің келсе, ол кредит алып жатыр да, мысалы, дейік біреу. Үлкейткісі келді. Одан мақсат не енді, үлкейттің, не істейсің онымен деген сияқты ғой. Қоғамға пайда келтіргің келе ме, яхта аласың ба, умраға барасың ба, шетел көргің келе ме, не нәрсеге жетпей жатыр. Өзі де бір тоқтап, остановка жасап, ойлану керек та. Мақсат ақшаны көбейте беру емес. Ақша мақсат болып кеткен адамдарда. Ақша бұл инструмент та, сенің өмірің жеңілдететін, ақыретін сатып алатын деген секілді. Құр дүниелік мақсат болғанның өзінде де, Абай атамыз айтпақшы секілді, жаңа қара сөзінде, дүниені, малды жаңа не үшін дейді ғой, жинаймын. Ертең өліп кеткеннен кейін өзімде пайдасын көрмеймін деп. Бала шағам да тіпті пайдасын көрмейтін дейді. Біреу өлгеннен кейін таран-тараж болады ғой енді. Сол үшін бауыржан сөз бір уағызында айтқандай, марқұм, не керек қазір мұсылманға дейді. Кең жеке өзінің үйі бар. Үй баспанасы бар. Ыстық суықтан қорғайды, баласы бар. Бала шағасы бар, бірге тұратын, кең үйі болса, көлігі болса, әйтеуір апаратын, алып келетін, жұмысқа апаратын, отбасын андамда таситын деген секілді. Сосын қорасында малы болса. Енді бұл малмен айналысатын, әйтеуір кәсібі бар да бір. Өзің 8 сағаттық жұмысың бар ма, әйтеуір кірісің бар. Саудаң бар ма, кірісің бар, күнкөріске жететін жұмыс істеп жүр.
осыдан артық арам жолмен келейін деп тұрса рисковать етпей ақ қой. Иә. Қолынан келіп тұрса рисковать ет. Бағанағыдай ғой, ниет өзгеріп кеткен, бәрі бизнесмен болу керек деген секілді. Осы нәрселер база жабылып тұр ма, құлшылығың түгел ма, бол жұртпен жарыс өмір сүрмей ақ қой, бағанағыдай кредит алып деген секілді. Ыңғайы келіп тұрса істей аласың ба кәсіпті, бағанағыдай кредитсіз ұр, істе. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فاجعلها قناعة деймін, не дейтін еді баяғыда бір жаттаған не бар еді ғой. Дүние қасқа қымсат өтеді, оны құдайға құлшылық қылудан сені тоқтатып қоймасын. Ал нәпсі ол тоймайды дейді ешқашан, егер оны қанағатпен басып отпасаң дейді. Сол сияқты қанағатпен басып отыру керек. Енді біз бұл жерде инвестиция мәселесін жаңа бұның арты уже инвестицияға кетіп бара жатыр да, біз жаңа тақырыпқа көшіп бара жатқан сияқтымыз да. Сол үшін қазір көрермендердің миын ашытпай ақ қояйық. Одан біз келесі подкастымызда Алла қаласа осы жерде үлкен тақырып. ақыры адал кәсіпке ақша салу мәселесін бастадық қой енді. Инвестиция бар. Инвестицияға жақын не қандай тақырып бар мысалға? Әріптестік пен инвестиция айырмашылығы. Серіктестік пен инвестицияның айырмашылығы бар. Одан бөлек тағы да мысалға Мұдара бар, мүшәракалар бар, соларды айтып өтсек болады. Баға алып сату. Аукцион деген келе ма оған? Аукцион жалпы алдағы. Болды, онда Құдай қаласа келесі подкастты біз не қылайық? Ары қарай жалғастырайық. Ұстаздар өйткені сапардан келіп отыр. Иә, оңай емес. Біраз нәрсені ашып тастадық деп ойлаймын. Аллаға шүкір. Енді ары қарай алып кете алатын адам болса. Жалпы ізденген адамға шешім бар енді. Кішкене қиындау болса да, бірақ шешім бар. Бізде ең бастысы сендер имамдар шүкір мен сабырды айта беретіндер не деймін. Жаңағыдай ішімдік, жаңағыдай шариғатта тыйым салынған заттар сатпайтын болса, онда басқа адал заттар сататын болса, онда оның бір сәл реттеуге болады. Ұстаз, мен арақ сатпаймын, бірақ темекі сатамын дейді. Ол қалай болады? Оған қатты жаңағыдай исламофоб дейміз, ислам экономофоб болып жаңағыдай ислам саудасын үйренуден қашып, ондай жаңағыдай ондайдың еш керегі жоқ. Бәрі оңай негізі, үйренген адам қатты қиын емес. Енді біз біреуді бір жерге мәжбүрлеп, немесе бір белгілі бір банктерді айыптап, немесе белгілі бір кәсіпкер азаматтарды айыптау, ондай ниетімізде жоқ. Ешкім танымаймыз да, біз ешкім араласпаймыз. Әркім өз үшін өз жауап береді. Тек біздігі бағанағы мен не дейді жаңа? Фа иннака анта мунзир, сен бар болған ескертушісің. Ана Ғошия сүресінде де айтады ғой, сен ескерте бер дейді, болды, қалған біз өзіміз шешеміз дейді. Сол сияқты біздікі ескерту, тыйылсаңыздар сіздердің бақыттарыңыз үшін қайырлы. Ол қоғамда өмір сүріп жатқан маған да бір шарапат дейін тұр оның. Иә, ал енді тыйылмай, бағанағыдай, мынау аяттағыдай, сендер ең аяғы бәрін қиындаттыңдар ғой, ол проблема жоқ, ода ешқандай ұра бер десең, онда оның сол сыйлықтың, сол сөздің сыйын да өзің бәрібір аласың. Бәрібір Раббымыз айтқандай қайтар орындарың бәрібір мен жақ дейді. Сондықтан қайтар жағымыз өте ұзақ, мына жер қысқа, өйткені ұзақ жағымыз абат болсын. Құдай қаласа, құрметті көрермендер, айболсыз қорытынды бір не болса? Қорытындылап жіберейін, бір неге қатысты. Комментарий қараймын, міндетті түрде ютубтан жазып жатады комментарий. Осыған дейін шыққан видеолардың барлығын комментариясын қарап шығамыз. Арнайы сұрақтардың бәріне кейін арнайы подкаст арнаймыз енді. Біз бірінші қозғайтын тақырыптарымызды соларды қозғап келе жатырмыз. Соның ішінде бір жігіт екен, аты жазылып тұр. Отырғандардың үшеуі де отырғандар деді, бұлар теоретиктер деді. Иә, тек кітаптағын айтып тұр. Біз практик емеспіз да. Енді кәсіпкер емессің, сен кәсіпкер емессің, мен кәсіпкер емеспін. Кәсіпке байланысты сөйлемеңдер деп тұр ғой. Кәсіптегі болып жатқан сынақты сендер білмейсіңдер деген секілді. Анау әйелдің хадисі сияқты екен. Бір кетші бар, сенің басыңа мен басыма түсіп жатқан нәрсе екен. Илайка анни деп айтады ғой әйел. Сабыр қыл деген кезде. Васпири деп әйел бір кісі әйел жылап атады ойбайлап. Сабыр қыл, Құдайдан қорық, бұл тағдыр деп айтып жатқан кезде құрып кетші бар, сенің басыңа менің басыма түскен нәрсе келген жоқ қой дейді ғой. Дәл сондай мәселе ғой енді. Басымыздан өткізу ол міндет емес қой. Басымыздан өткізу міндет емес. Бұл қай саланы алып қараса да сондай. Дәрігер бір нәрсені ескертіп жатса, ол өзі соған түскеннен кейін бар. Ракпен емдеп жатқан кісі сені, ол ракпен ауырған адам емес. Иә, соны кешкен басынан өткізгеннен кейін айтып жатқан жоқ. Біздер тек құр жүрген адамдар емеспіз. Кәсіпке әрекет қылып жүрген кәсібі бар, 8 сағат жұмысы бар деген секілді. 8 сағат айлығы жатқан адамдар да не адам жалпы. Тек қоғамда кәсіпкерлер ғана адам саналып, 8 сағатта айлыққа жалданып жұмыс істеп жүргендер бір қоғамнан төмен адам емес та. Сол үшін енді бұл жерде кітапта
аятта хадисте қалай келген, мұсылман кәсіпкер қалай болу керек деген мәселе айтылып жатыр. Таңдайын десеңіз, өмірде алынған практика, үлкен ғалымдардың еңбектерінен. Сосын біз бұл жерде кіріспесін айтып жатырмыз. Өйткені бізді қарайтын халықтан жерде аналитика жасаймыз, қанша бөлігі қандай деген сияқты қойылған сұрақтарға байланысты. Сол үшін соның бәрін ескереміз. Егер де сізде нақты тонкий сұрақтарыңыз болса, жекеге жазыңыздар, шақырып кездесіңіздер деген секілді. Тегін ақ кездесем, бірақ жаңағыдай болмайтын алыс әңгімелердің керегі жоқ деп. Неге шақырғым келеді диспутқа деген секілді. Менен өткенде сұрады, қолдан келсе тегін көмек көрсете береміз ғой, бірақ біздің жұмысымызға кедергісі келтіретін, бір жаққа баратын, энергия жұмсайтын болып жатса, ол жерге мүмкін ақы қоямыз. Осындай деген секілді. Ақысы болмаса дәмі болмайды. Ол да бар. Консалтинг орталық бар ма деп өткенде бір әйел адам шықты маған. Сіздердің подкасттарыңызды көріп едім. Ажырастыратын адамдар да ақша алып жатыр ғой қазір. Сондай, ажырастыратын коучтар да ақша алады ғой сенен 500 теңгеден. Адвокат та ажырастырып беретін болса, сот та ажырастыратын болса ақша алады ғой. Біз дұрыстағанымыз үшін алайық деген секілді. Біз дұрыстаған үшін ақша алмаймыз ба? Бай Абдуғаппар айтқандай. Бұлар алмайды деп айтады дейді, неке қиып жатса. Әкел бер деп айтады. Не алмай, сендерді адалдап береді екенбіз ғой. Алмайды екен ештеңе. Харамға барсаң да беріп жатсың ғой сол сағатына. Бәленбай мың теңгені. Тегін бермейді ол саған дейді да. Қызметтің ақысы ғой. Сол секілді сондай қоғамда бар екен, сұрақтар барлар бар, келеді, жазады, мүмкіндік болып жатса жауап береміз. Кеңес сұрап жатады деген секілді. Баған қымбаттаған сайын мүмкін ол күшті нәрсе екен деп ойлайтын сияқты. Кеше кәсіпкерлерде келе жатыр ғой, мен өзім айтқым келген жоқ та өзім туралы. Осыны бір басқаша қабылдайтын болып қалған. Имам көрсе бір бишара деген секілді, енді өздері шеше жатыр. Сөйтіп келе жатқан кезде жақсы ақша құртып келе жатыр. 2 күндік нетворкинг кәсіп жөнінде тәжірибе алмасады ғой жерде енді. Сосын кәсіпкер шақырып, ауылдық жерге барып деген секілді. Жақсы, ол дұрыс. Бизнес қалай басқарамыз, қалай қыламыз, әртүрлі саладан жиналып жатыр. Нетворкинг пайдасы бар. Бұл не үшін? Кәсібіңді дөңгелету үшін. Енді соны кәсібіңді адалдату. Арам деп айтпаймын сенікін, бірақ бір тексертіп алу үшін де бір соған маманы бар ма, соны бір тексертсей. Оған да ақша құрт. Соны айтқым келеді. Менде қысқаша сол. Жақсы, барлығы. Сол Айболсын айтқандай ғой, барлығы жаңағыдай тегін нәрсенің құны жоқ. Бұл ауруын жасырған өледі деген секілді жаңағыдай саналы кәсіпкер адам, жалпы ілімді дейміз ба, білімді, заманауи, саналы кәсіпкер адам, ол жаңағыдай шариғи курсты да және былай дүниеви курсты да екеуін де алатын да, менің түсінігім бойынша. Жаңағыдай анаған да қатысады, маған да қатысады, екеуін ұштастырып амалға асырған адам өте сол. Былайша айтқанда ақырет пен дүниенің ілімін жинаған деген сөз осы ғой жалпы. Жаңағыдай команданы қалай жөйлеу керек дегенді аласың. Ал және шариғи жағынан қалай нюанстар бар, оны да аласың. Сонымен ақырет пен дүниені қосасың да, иншалла алға жылжи бересің сол. Жақсы, Алла разы болсын, керемет. Рамазан айында үшеу отырып алып, не ақша, инвестиция, бірдеңе, депозит деп қуат деген шығар. Енді біздің подкасттың бағыты осындай. Енді сіз Рамазан туралы немесе тағы бір уағыз форматындағы подкаст тыңдағыларыңыз келсе, бізде аты жоқ подкаст бар. Елдос пен Жасланның, Елдос Тазбен жұма подкасты бар. Подкасттар өте көп. Дастан түскенмен дастан түскеніміз бар біздің, онда қарап қойды. Сондай ішінде подкасттар көп, бұл басқа бағыты. Сондықтан бізді жазғырмаңыздар, айыптамаңыздар. Пайдалы білім берсін, Құдай харамнан сақталып. Хужибатил жаннату бил макарих дейді ғой. Жаннат сенің көңіліңе ұнамайтын нәрселермен көмкерілген дейді. Ойыңа келген нәрсемен көмкерілген ол тозақ дейді пайғамбарымыз айтады. Сондықтан да көңіліңе ұнамайды бұл патуалар, бұл нелер, бірақ сенің өзіңнің ақыретің үшін иншалла қайырлы болады, құтыласың, Құдай қаласа. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Сираның 2-ші томы сатылымда, алуды ұмытып кетпеңіздер.